Баршаңызға сәлем, балаларымның сүйіп жейтін картоп печеньесін бірге жасап көрейік. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды мөлшерімен қантымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан соң 82% сары майымызды ерітіп қосып аламыз. Мөлшермен 10 какао қамыр-қопсқышымызды електен өткізіп қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей, осымен біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Енді ұзынша етіп жасап аламыз. Бөліктерге бөліп, дөңгелек тәрізді, печенье тәрізді етіп, қалпымызға біркелкі етіп салып аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Егер видео пайдалы болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып, қазақша арнамды қолдай кетіңіз. Арнамның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Печеньемізге керекті барлық құрамдарды төменде видеоның астына қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Осымен ең дәмді картоп печеньелеріміз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Егер де рецепт ұнаса, мені белгілеп кетіңіз.